Сәлем достар, бүгін сметаник дайындауды көрсетемін. Ол үшін бөлме температурасындағы осындай жұмсақ 72% майды ыдысқа саламыз. Майдың жұмсақтығы осындай болуы қажет, және үстінен қант қосып, жақсылап араластырамыз. Және қыздар, мен 2 сметаник жасайтын болғандықтан 2 еселеп дайындап жатырмын. Осы сметаникке қажетті ингредиенттерді осы видеоның астына жазып қалдырамын. Қант пен сары майды осылай араластырып алған соң үстінен 2 жұмыртқа қосамын. Ал егер де бір сметаник, бір пирог жасайтын болсаңыз, бір жұмыртқаны қосып араластырасыз. Осы сметаник пирогын дайындау үшін ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Осылай барлығын, ингредиенттің барлығын араластырып болғаннан кейін, қазір кішкене венчикпен араластырамын. Араластырып болған соң үстінен ұн қосамыз. Ұнды да 2 еселеп қосып жатырмын. Және шым-шым тұз қосамыз. Және 2 шай қасық разрыхлитель, яғни қопсытқышты қосып, барлығын қолымызбен осылай илейміз. Қыздар, және бұл сметаник пирогын жасау өте оңай, қарапайым, қолжетімді заттардан тұрады. Кез келген уақытта тәтті шайға осылай жасап жеуге болады. Өзім жиі жасап тұрамын. Мінекей, видеода көргендеріңізде қамырды біріктіріп алдым. Кішкене қолға жабысып тұр. Аздап осылай үстелдің үстіне ұн сеуіп, тағы да кішкене илеймін. Және қамырды илеген кезде ол еттің қамыры сияқты бірде бірікпейді. Кішкене бірікпеген сияқты болады. Илеген кезде көп илеудің қажеті жоқ. Аздап осылай ұнға илеп болғаннан кейін салафанға салып, холодильникке бір 20 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, кішкене ұнға илеп алдым. Осындай болады, жұмсақ. Енді осыны салафанға салып, холодильникке қойып қоямыз. Қамырды холодильниктен алып болғаннан кейін, екеуін теңдей етіп бөліп алдым. 2 сметаник дайындайтын болғандықтан 2 бөлікке бөлдім. Осылай үстелге ұнды сеуіп алып, қазір аздап оқтаумен жаямыз. Және жайған кезде қамыр осылай бірікпей тұрады. Осындай болады қамыр. Қамырды алмай үстелден осылай оқтаумен жаямыз. Және қамырды жайған кезде үстелден алған жоқпын. Алсаңыз ол бөлініп кетеді. Осылай үстінен форманы салып өлшеп аламыз да, оқтаумен шетінен ақырындап алып орап аламыз да, формаға салатын боламыз. Сол кезде қамыр жыртылмайтын болады. Енді формаға жаңағы жайған қамырды осылай саламыз. Формаға қамырды қолмен жайғаннан көрі осылай оқтаумен жайып салған ыңғайлы екен. Артық жерлерін қазір оқтаумен бөліп алып тастаймын да, жетіспеген жерлеріне жапсырамын. Және қамырды бірдей етіп, қалыңдығын орналастырсаңыз, піскен кезде әдемі болып, бірдей болып, қалыңдау болып піседі шеті, және әдемі көрінетін болады. Егер де қамырды осылай жұқа қылып жаятын болсаңыз, форманың ішіне онда шеттері жіңішке болып піседі. Сол себепті барлығын бірдей қалыңдау қылып жайыңыз. Мінекей, қамырды бірдей қылып формаға орналастырып алдым. Одан кейін начинкасын дайындаймыз. Салмасын, яғни салмасына 20% қаймақ міндетті түрде. Одан кейін үстінен қант қосамыз және 3 жұмыртқаны саламыз. Барлығын араластыратын боламыз. Және соңында ұн салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште осылай салмасын форманың ішіне орналастырып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Сметаниктің бетін креммен әрлеу үшін осылай бөлме температурасындағы жұмсақ 72% майды миксерлеймін.
және бірнеше минутқа миксерлеймін. Сол кезде майдың түсі ағарып кішкене өзгереді. Мінекей майдың түсі ағарып кішкене өзгерілді, көтерілді. Енді осы майдың үстінен вареный сгущенка қосамын. Қоспас бұрын аздап миксерлеп аламын, өйткені түйіршіктеніп қалады. Сол себепті осылай миксермен араластырып аламын. Жаңағы миксерлеген майдың үстінен вареный сгущенканы қосып араластырамыз миксермен. Және достар, осы сметанниктің рецептісі сізге ұнаған болса, каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз, лайк басып, комментарий жазыңыз. Өзім қонақ шақырған кезде осылай міндетті түрде жасаймын. Бетіне осылай крем дайындап әрлеймін әдемілік үшін. Қаласаңыз жасамасаңыз да болады. Бұл кремді үй жағдайында тортқа крем ретінде қолдансаңыз болады. Негізі тортқа да, пирогқа да қолдана бересіз. Пирог дайын болды, пісті. Салқындағаннан кейін формадан шешіп алдым. Енді шетіне бағанағы дайындаған кремді осылай орналастырамын. Және де пирогты салқындағаннан кейін міндетті түрде кремді жағасыз, әйтпесе еріп кетеді. Ыстық қалпында жағатын болсаңыз. Және де кей кезде пирогтың ортасы дұрыс піспей қалып жатады. Градусқа байланысты, әркімнің градусы әртүрлі болады. Сондықтан градусты нақтылап алыңыз. Мінекей бізде осындай әдемі пирог болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.